Құрметті жаңарқалықтар, бүгін біз Орынбай ауылының 60 жылдық мерейтойына орай Досаевтар әулетіне Құрманғали аға менен Марат ағаның сыр сұхбат кездесуіне келе жатырмыз. Биыл Жаңарқа ауданының Орынбай ауылының 60 жылдық мерейтойын атап өтудеміз. Бұл мерейлі сәтте ауылымыздың абыройын арттырған еңбек ардагеріміз, ауыл шаруашылығының адал қызмет еткен ауылдың сыйлы азаматтары Марат Ақанұлы, Құрманғали Ақанұлы Досаевтар ағамызбен арнайы келіп, сіздермен сыр сұхбат жүргізбекші болып отырмыз. Біз Жаңарқа ауданының Сәкен Сейфуллин атындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің өлкетану клубының жетекшісіміз. Сұхбатымызды ары қарай бастай берейік. Бірінші сұхбатымызды Марат ағаға өзіңізден бастасақ. Сіз қызмет еткен жылдары ауыл тыныс тіршілігін айтып берсеңіз, осы Орынбай ауылының қай уақытта құрылғанын, ертеде Целиний болды ғой, одан кейін Орынбай ауылы болып жатыр, соның тыныс тіршілігіменен таныстырып берсеңіз. Тұрғын болған уақытта бұрында Қарлақ болған, сол Қарлақта мен әкемді жұмыс істеген. Сонда осында ауыл көп халық тұратын, мынау жаңағы жерде Бидайский дейді, Бидай анау Қарлақтың аты ғой деймін, сонда осында қызмет істеді. Содан осы жақтан соғысқа кетті. Соғысқа кеткеннен кейін одан бір Наурызбай деген ағасы, Жақын Мұсылманбек деген үшеуі қайтыс болды, бұл кісі қайтып кетті соғыстан. Онда біз екінші отделение дейді, қазір сол екінші отделение Бидай сонда тұрғанбыз. Негізінде бұл жерде ескілікті аттармен тұрған Орынбай, сосын Саппас деген жер. Соның біз мына Орынбайда кеттік, осы жақтан Қарлақ жабылғаннан кейін Бидайский подхоз деген ашылды. Ол ашылғанда бәрі көшіп кетті кейіннен. Біз бір-ақ семья болып тұрдық. Осында 4-5 жыл бір-ақ үй болып тұрдық жаңа жерде. Сосын енді сол жаңағы неде тұрғаннан кейін бізде әдегенде уже кейіннен бұл жерде шөп шапқызып, мына екінші отделение шөп шапты. Одан кейін егін салды. Әкем осында жұмыс істеді. Әкем осыған бәрі ие болып отырды. Одан кейін малшылар келді. Одан кейін жаңағы склад болды. Егінді алғаннан кейін жаңағы жерде анау бидайды бәрін осыған төкті. Сосын төккеннен кейін енді жаңағы жерде қырманға. Сосын складта болды. Қыстыгүні керна екінші отделение, ауылда ешкім жоқ қой. Екінші отделениеден шанамен келіп, қыстыгүні бидайын тазалап, көктемге егінге тұқым тазалап дайындайтын. Міне, соны бұл ауыл Орынбай болатын, одан жаңағы егін сала бастады ғой. Сола сала бастағаннан кейін Орынбайды отделение деп, отделениенің бұрын Орынбай болды, отделение Целиний деп қойды. Сосын сол отделение Целиний болды. Ал енді 65 жыл совхоз орналасты. Сонда совхоз орналасты да жаңағы Целиний деген атымен совхоз Целиний деді, село Орынбай деді. Ол ауыл соғалды қалған. Сол жаңағыда. Соның кейін жаңағы ол уақытта шаруашылық ашылған уақытта бізде зерномолочный дейді. Жаңағы жерде сүт пен егін болды. Білдіңіз ба? Енді егін болғаннан кейін механизаторлар болды. Мал болғаннан кейін, сүт болғаннан кейін доярка, малшылар болды. Солай басталды. Ал енді мен өз 47 жылғымын. Осы жақта тұрып жеткенде Жаңарқада мектепте оқыдық, өзіміз осында барып тұрып. Ал содан кейін мен енді жаңағы совхоз ашылған жыл 18-демін. Мәшинеде жұмыс істедім, шопырлық бітірген. Сосын әскерге кеттім 66 жылы жаңа жерде. Сосын енді содан қайтып келді, ары қарай жалғастырып өмір сүрдік осы ауылда. Газовый службаны басқардым. Одан кейін зам директор болдым, неден по хозяйству деген. Ал енді мынау бауырым, біздің өз негізінде жаңа айтып кетті ғой, біз семьяда 9 бала болдық. 3 қыз, 6 ұл болды. Содан бәрі осы ауылда еңбек жасады. Ең үлкеніміз мен ағам, Ким деген ағам осында управляющий болды. Сосын көп жыл, 20 жылдай одан зам директор болды, сол қайтыс болып кетті. Енді
қалған бауырларым нелерім жаңағы жерде әртүрлі жұмыс істеді, стройкада да жұмыс істеді, жаңағы механизаторда болды. Сол еңбек біздегі сондай. Аға, жақсы. Енді Құрманғали аға, сізге де сұрағым бар еді. Еңбекке алғашқы жылы қалай араластыңыз? Сосын механизатор мамандығын қалай таңдадыңыз? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Механизатор болып кеттім. Сол механизатордан, сол трактордың ең кішкентай трактордан бастап кассетқа дейін оқыдық. Енді комбайнға бәрінде отырдық. Сосын енді егін болды, егін жақсы шықты. Сол егін план беріп, содан жаңа 800 тонна ма мен өзім шауып, сонда маған жаңағыда трудовой орден дегенді берді. Колос бидайымыз значогы. Сонымен берді. Содан енді біраз сосын үкімет етіп құлағады, құлағасын бар өзіміз бөлініп, мынау ағам бәріміз өздеріміз жер алып, сол жаңағыдай егін салдық, шөп шаптық, мал ұстадық, қой ұстадық дегендей. Осы әлі жүрміз, осы жұмыспен. Трактордың, комбайнның қасында өткен қызықты кездеріңіз болды ма? Енді ол уақытта үйге әкелмейді, далаға апарып үй салды поляда. Вагон қойды, бәрі болды. Енді сол полядан көрдік қой жаңағы. Мойшасы да бар, бәрі де бар. Анау бізге жаңақадан автолапқа келеді, бәрі келеді. Жағдайды жасап бақты, жаңағы футбол ойнадық, волейбол дегендей, сондай. Қазіргі өз қоғамға қарасақ, қазір енді жастарға қандай өсиет, қандай өздеріңіздің артта қалған ұрпаққа қандай тілек тілер едіңіздер, сол өскелең ұрпаққа, қазіргі жастарға қандай ақыл айтар едіңіздер? Аға, сізге берсем сол сұрақты. Енді жастардың денсаулығы, бақытты, дәулетті өмір сүрулерін тілектеспін. Олардың енді былайша айтқан уақытта мынау жаңағыда айтып отырсыз, 60 жылдық біз тойлап отырмыз. Сол жаңағы 60 жылдықты тойлаған осы ауылға ары қарай өркендеуге үлкен үлес қосқандарын тілеймін. Осы Орынбай ауылының бір қалай деп айтуға болады, енді аты шулы болған уақытта бір үлкен еңбектерімен мысалы үшін өркендеді. Сол мен енді өзім. Ауыл болашағы туралы ойыңызбен бөліссеңіз, енді келешекте осы ауыл енді бұрын селени болды, қазір Орынбай ауылы болып жатыр ғой. Енді қазір енді жастардың, енді сіздерде осы Орынбай ауылында жаңағыдай мәдениет саласы, жаңағыдай балалардың ойнайтын жерлері, солардың бәрі қамтамасыз етіліп тұр ма сіздерде? Мен айтайын, анау жаңағыда тағы дет осы. Анау бұрын бар ғой, совхоз болды ғой ертеде. Сол совхоз болған уақытта Орынбайский округ болатын. Осы біз совхозда енді өздерің білесің, выборлар болды ғой, талай выборлар. Сонда мен енді зам избирательный комиссия болып, сонда Орынбайский округтан сайлау өткізетінбіз. Кейіннен барды да целинный сельский округқа бұзып жіберді. Соны, негізінде Орынбай ауылы өмір бойы Орынбай ауылы. Сондықтан жаңа жерде. Сол Орынбайға действительно газ қарасаңыз балалардың ойнайтын ешбір площадкаларын қойып жатыр. Сосын анау бізде анау паркта ашып жатыр. Паркта қарасаң жаңағы анау су бүркетін фонтан жасап жатыр. Көркейіп жатыр дейсіз ғой күннен күнге. Енді жаңағы қарасаңыз типовой бізде жаңағы сынап деді ме, нәрсе деді ғой, лечебный пункт, медицинский пункт бар. Фельдшерлік пункт. Енді келешекте бізге осы жаққа бір спортивный үлкен бір клуб салайын деп жатыр. Оның документтерін дайындап, әкімшілік салайын деп жатыр. Сондай нелерді салып, ауылды көркейтуге әдемі болады ғой, соның бәрі жақсы. Әрине. Кәкімбек Салықовтың Жанарқа өнер ордасы деген өлеңін оқып берейін. Аудан дейміз атай келе аймақты, алтын аймақ әсем көркін жайын атты.
Осы жерде бүгін өнер ордасы көріп тұрмын сүт бетінде қаймақты, шөлмен дала жанарқада белдеуі, содан молдау төрттілік мал төлдеуі, сылқыл қағып бара жатыр сарысу жарқ еткендей Дайрабайдың белбеуі, орман дала, өңкей сұлу қырталар, көзін шалса жүрегінен жыр тамар, жігіттері тартып туған сәкенге, сұлулармен әудем сәтте тіл табар. Қалдық шіркін игілікке зәру боп, шырқаушы дау бойды дертке дәру боп, Жақыпбардың сағынышын төгілтіп, Қорабайды іздемейтін ару жоқ. Бір тыңдасан есте мәңгі сатпайтын, күй қалды ма Мұхаммеджан тартпайтын, қазағымда мақтан етпес әнші жоқ, Ақселеудің дәурен айын айтпайтын. Қайраттары біржан салша сайраған, Бекболаттар жана қарқын қайнаған. Салсерлер бүгін достар осында, баяғыда Көкшетауды жайлаған. Жанарқаны мақтан ету жетеді, ата мирас тым аулаққа кетеді. Сонымдарын ұзын сонақ созбай-ақ, Сейфуллиннің елі десе жетеді. Құрманғали аға және Марат аға, сіздердің өнегелі өмірлеріңіздің, ауылымыздың тарихының бір бөлігі, жастарға үлгі, кейінгі ұрпаққа өшпес өнеге болып қала бермек. Сіздерге, отбастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мынау қастарыңызда отырған жолдастарыңызбен бір жастықта қартайып, ақ жаулықта ана боп, ақсақалды ата болып, осы бала-шағаларыңыздың ортасында ымыра бірлікте, отбасында аман есен жүре берулеріңізге тілектеспін. Және де бүгінгі болып атқан осы Орынбай ауылының 60 жылдығы мерейтойы құтты болсын, барлығымызға жұғысты болсын. Сіздерге көп-көп рахмет сыр сұхбат бергендеріңізге.